Жума намазға қандай ниет қылынады? Ниет қылдым бешім намазының, жума намазының 4 рекет сүннетін деп ниет қылсалам. Bir досым ниет қылдым, жума намазын оқымаққа дейді. Деп айтты, ошондой деп айтышың керек, кими өзіге тура дейді. Эми пешим намаз болса пешим деп айтасыз. Жума намазға келген болсаңыз, жуманың сүннеті деп қос болды. Негізі сүннет намазын оқуға өз көкіректен ниет қылынады өзі. Шу жума намазын оқуға келдім деп үйден ниет қылып береді аста. Мешітке келдіңіз, анам не болады? Миыңызға автоматтық түрде келеді. Азыр жуманы 4 рекет сүннет оқылады деп. Баштап тұрғанда эле эмне кыласыз? Жуманы 4 рекет сүннетін оқуйсуз. Азан айтылады да, өзі атайын 1:30 турабы. Ошол кезде эмне кыласыз? Аллаху акбар деп жуманын деп тил менен айтып шарт эмес. Эң негизи жүрөк менен. Эгерде азгырыктар боло бере турган болсо, васваса деп коет го, мындай азгырык. Ойыңыз ойқы қайқы боло бере турган болсо, анда тил менен жардам бересиз, жүрөк менен ниет кылыш үчүн. Шу жума намазынын сүннетін оқуға ниет қылдым. 4 жол болса 2 деп айтып шарт эмес өзү, пешимде керекет. Сан шарт эмес. Ошол намазын сүннети деп койсоңуз жетиштүү. Жуманын сүннетін оқуға ниет кылдым, Аллаху акбар деп ниет кылып койсоңуз бүттү. Ошол жарайт. Анан пешимге пешим деп айтыңыз. Жумага пешимдин сүннети деп кошпоңуз, болбойт. Анткени сиз жума окуп атпайсызбы? Пешим намазын окуган болсоңуз, анда пешимдин сүннетти окуй бересиз.